Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге пайдалы кеңестер бір арнасы. Сіздерге бүгін ақ жамылу жесір әйелге жасалынатын салт дәстүрі жайлы сіздерге бүгін айтатын боламын. Ал кеттік, бірге білетін боламыз. Жесір қалған әйел 1 жыл бойы қара жамылады. Мерзім аяқталған соң орындалатын салт ақ жамылу деп аталады. Ақиқатында қазақтың қара жамылмайтын, білмейтін қазақ жоқ. Ақ жарық дүние, қара бақилық дүние деген мағынада қолданылатындықтан ежелгі ата-бабамыз қара деген сөзге де, қара киімге де құштар болмаған. Бүгінде ескіліктің сарқыншағы деп назар аудармай жүргендерге бұл ата-бабаларымыздың ұстанған жолы екенін айту парызымыз. Қазақтың салт бойынша жұбайы өлген әйел ғана шашын жайып қара жамылған. Осыған сәйкес ондай үй қаралы үй деп аталып кеткен. Сондықтан қара жамылу қазақ қызы үшін өте жаман ырым. Қара жамылу өзіне, жұбайына, отбасының да өзге де мүшелеріне, бүкіл қазақ еліне жамандық тілеу болып табылады. Дәстүріміздің діннің шеңберінен шықпайтын болғандықтан бұл біздің қазынамыз екенін мойындайтын сәт келді. Дәстүрдің де озығы бар, тозығы бар дегенімізбен түбінде терең тіл сапа бар екенін ойлана білген адам ұғады. Қара жамылған әйел азасын тұтып, жоқтауын айтып, 1 жыл отырған соң қара жаулығын шешеді. Оның орнына ақ жаулықты қайта тағады. Бұл да өз алдына орындалатын дәстүр және арнайы кәдесі де болады. Ері қаза болып, жесір қалған әйелдің 1 жылдық азасы аяқталған соң абысын ажындары келіп, қаралы әйелдің көңілін аулайды, өмірдің жалғасып жатқанын ескертеді. Балалары бар болса, балалардың болашағы үшін әйелдің еңсе көтеріп, ел қатарына қосылып, ағайынмен араласып, той жиындарға баруына рұқсат етіледі. Қаза болған кісі ер адам болып, оның әйелі болған болса, абысындарының біреуі қормалаң жоқ боп қасыңда, ақ бүркеп салдық басыңа деп дауыс айтып, басына ақ шашы жаулық салады. Жаулығы байланбайды, омырауынан түсіп тұрады. Жыл нәзірі берілген күні жаулық салған абысыны арнаулы жасаған кимешек немесе салы әкеліп алмастырып салып ақ бүркеншекті алып тастайды. Бұған да өзіндік жол жоралғысы беріледі. Көңілің ағарсын, балаларыңның қуанышында елмен араласып, қазаның орнына қуанышқа алмастыр деген ізгі тілектерін айтып, бұдан былай өмірде жолың ашық болсын, өмір жарқын болуын қалағандықтан туындаған дәстүр. Адам болған соң өмір жалғасады. Өлгеннің артынан өлмек жоқ, тірі адам тіршілігін жасайды деп Алланың басқа салғанын көріп, өмірді бұрынғанша қабыл алып, ары қарай тіршілік етуіне ықпал етеді. Қара жамылған әйел 1 жыл бойы той-томалақтарға, ойын-сауыққа қатыспайды. 1 жыл өтіп, қара туды төмен түсіріп, әйелдің азасын тоқтатады. Ақ жамылудың мәні осында. Достар, менің пайдалы кеңестерім сіздерге ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған пайдалы кеңестер бір арнасы.